Әділхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романы 1970 жылы жарық көрген болатын. Бұл романда екі жастың арасындағы махаббат хикаясы жайлы баяндалады. Автор соғыстан аман-сау оралған жас солдаттың өмірі мен ойын халыққа паш етеді. 33-ші аудиторияда гүлге толған бақтай отыратындай сезінуі, өзінің достарын, өзінің махаббатын табуы баяндалады. Шығарма кейіпкерлеріне келетін болсақ, бұл жердегі басты кейіпкерлер Ербол және Меңтай. Ербол ақкөңіл, досына адал, аңқал. Шығарманың басында ұяң кейіпкер ретінде сипатталған болса, Меңтай сабырлы, ақылды, білімді, сұлу қыз ретінде сипатталады. Одан бөлек Зайпүл, Қанипа секілді олардың курстас достары және Заман мен Тана сияқты Ерболдың достары сипатталады. Одан бөлек Мұхит Әуенов, қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі, және Тәкен Ерболдың майдандас досы сипатталады. Одан бөлек Шалдуар, Тұмажан секілді жағымсыз кейіпкерлер де бар. Роман Абайдың «Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті құрғырлар» деген өлең жолдарымен басталады. Негізінде бұл әңгіменің мен үшін ең жағымды жағы Ербол өз армандаған жұмысына тұруы және өз қызықты махаббатты жылдарын Меңтаймен өткізуі болып саналады. Бұл шығармадағы автордың мақсаты Ербол мен Меңтай жақсы жігіт, білімді қыз екенін ғана көрсетіп қоймай, солар арқылы келер ұрпаққа, болашаққа үлгі насихат қасиеттер көрсету болып табылады.